Қайырлы күн достар, бүгін осындай печеньки жасаймыз. Ол үшін алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, үстіне қант саламыз, сосын балымызды қосып аламыз. Енді разрыхитель мен ванильный сахарды қосамыз. Сұйық майымызды құямыз, бәрін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Илектің көмегімен ұнымызды саламыз. Бәрін жақсылап тұрып жұмсақ қылып қамыр илейміз. Мінекей осындай жұмсақ қамыр шықты. Қамырымызды целлофанға салып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Енді қамырымызды алып, шамалы ұн сеуіп жайып шығамыз. Жайылған қамырымызды формамызбен кесіп аламыз. Мен осындай ыдысты қолдандым. Қамырымыздың бетін жұмыртқамен жағып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минут пісіріп аламыз. Мінекей осындай жұмсақ болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.